Allahu Akbar, Allahu Akbar. Шындығында, әуелгілерде, кейінгілерде, ләмәжмауына, күллілерің толық жиналасыңдар. Илә миқатин, яуме мағлум, күні белгіленіп қойылған уақытқа, махшарға. Әуелгілеріңде, соңғыларыңда жиналасыңдар. Алла Тағаланың жауабы кетіп барадыр. Пайғамбар сөйлеп жатыр жаңағы сұрақтарына. Сосын қараңыздар, ары қарай тоқтамайды. Сүммә иннакум, сосын сендер, ей айюха, ей аддаллун, адасқандар ақиқаттан, әл-муказзибун, ақиқатты жоққа шығарғандар. Ары қарай батып баратыр сөз. Ләәкилуна мин шәжәрин мин заққум. Айтуды қаламап еді Алла Тағала. Айтты сендерге тағы бір азаптың түрін. Жаңағы мен де түсінеме деп ойлады. Бір азаптың түрін айтқан кезде де қоя салса адам. Қоймап еді Алла Тағала. Ар жағында болатын тағы бір азапты айтып жатыр. Сосын сендер, ей тура жолдан адасқандар, ей ақиқатты өтірікке шығарғандар, ләәкилуна мин шәжәрин мин заққум, жаһаннамда өсіп тұрған мәңгі заққум ағашынан әлбетте жейсіңдер дейді. Осы ағаш туралы аят түскен кезде кәпірлер жаңағы жерде тағы күледі. Оттың ішінде ағаш өсе ме деп. Көрме, Алланың құдіретімен ойнап жатыр. Алла Тағала салмақты ақиқат түсіріп жатыр. Олар болса күлге айналдырып жатыр. Сол күлген нәрсесі ертең болғалы тұр ғой. Ең қиыны сол да. Алла сақтасын бізге, мына ағаштың өзінде есінен де сақтасын. Сонда Алла Тағала ары қарай батырып жатыр. Сендер сол заққум ағашынан жейсіңдер. Фәмәлиуна минхал бутун. Қарындарыңда, асқазандарыңда содан толтырасыңдар. Сөз кетіп барадыр. Фәшарибуна алейхи минал хамим. Заққум ағашынан жеп болғаннан кейін әлгі сақырлаған судан барып үстіне ішкіземіз. Сендер ана заққум ағашынан денелеріңді шөлдетіп, тамақтарыңды күйдіріп қыстырған кезде, ана суға да қарағалы тұрған жоқсыңдар. Сақырлаған судың қасына алып барған кезде, оны шөлдегендіктен тозақтың ішінде фәшарибуна шурбал хим, қатты шөлдеген түйе кеп суды сіміргендей сіміресіңдер. Алла Тағала көріп тұр ғой ақыретті, көріп тұрған нәрсесін айтып отыр. Дүниені ақыретте де көре береді Раббымыз. Ақыретте көріп тұрған нәрсені міне айтып отыр. Осылайша Алла Тағала хаза нузулукум яумаддин. Ей пайғамбар, сот күні тозаққа қарай кететіндері шешілгеннен кейін олардың қонақ жайы, қараңыздар, қонақ жайы дейді. Олардың қонақ жайы осы болмақ дейді.